Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Бүгінгі сабағымызда өткен жолы сіздерге уәде еткендей, келешекке қатысты қолданылатын кейбір тіркес түрлерін қарастыратын боламыз. Олардың соңғысы present simple. Present simple сіздер білетіндей жай осы шақ, күнделікті іске асатын, тұрақты түрде іске асатын іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Бірақ present simple'дың және бір ерекшелігі ол келешекке қатысты оқиғаларды, іс-әрекеттерді білдіру үшін қолданылады. Бұл жердегі айта кетерлік жайт, present simple тек орысша айтқанда расписаниеға сәйкес іске асатын іс-әрекеттерге қатысты қолданылады. Яғни белгілі бір уақытпен шектелген іс-әрекеттер. Мысалға, my plane leaves at 11 p.m. Менің ұшағым кешкі сағат 11-де ұшады. Іс-әрекет келешекте орын алады, бірақ расписаниеға сәйкес болғандығы себепті present simple'да берілген. Екінші сөйлем, the film starts at 7 p.m. Фильм кешкі сағат 7-де басталады. Фильм күнделікті іске асатын іс-әрекет болуы да мүмкін. Іс-әрекет келешекке қатысты болса да, бұл жердегі present simple'дың қолданылу себебі расписаниеға сәйкес іске асатын болғандықтан. Келесі сөйлем, the shop closes at 12 p.m. Магазин кешкі сағат 12-де жабылады. Немесе сұраулы сөйлем, what time does your first lesson start tomorrow? Сенің бірінші сабағың ертең қай уақытта басталады дейді. Және соңғы сөйлем, әлем starts working next week. Әлем жұмыс істеуді келесі аптадан бастайды. Яғни ол алдын ала солай келісілген, сол себепті present simple. Және естеріңізде бар болатын болса, present simple first conditional кезінде қолданылады. Бұл жерде де present simple жай осы шақта қолданылатын етістік формасы болғанмен келешекке қатысты іс-әрекетті сипаттайды. Мысалға, if I see her, I will say hello. Егер мен оны көрсем, оған сәлем деймін. Екінші сөйлем, when you get home, call me. Үйге жеткен кезіңде маған телефон шал. Және соңғы сөйлем, what university will you apply for if you score 125? Егер сен 125 жинасаң, онда қай университетке тапсырасың дейтін мағынаға ие сөйлем. Көріп тұрғандарыңыздай score, get, see келешекке қатысты іс-әрекетті білдіреді. Дегенмен present simple'да берілген. Present simple'дың келешекке қатысты қолданылатын жері осындай. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да сондай қиын мәселелерді талқылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше